Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында еліміз бойынша көптеген іс-шаралар атқарылып келеді. Соның бірі деп бірегейі қалалық кітапхананың оқу залында рухани жаңғыру өткен мен бүгінгінің тарихын білу тақырыбында семинар өтті. Семинар жиынға орталық кітапхана қызметкерлері мен арнаулы оқу орындарының студенттері, жалпы саны 100-ге жуық адам қатысты. Атқа міну, оны бағу, оны баптау, мал бағумен айналысу, оның өнімдерін өзіміздің күнделікті өмірімізде пайдалану және оның өзіменен шекаралас жатқан елдермен айырбас саудасы алғашқы кезде кейіннен ақша тағы басқа деңгейдегі сауда қатынастарына түскенін, соның нәтижесінде ұлы жібек жолы деп айтатын дүниежүзін қамтитын сауда жолының қазақ жері арқылы өтуі тағы да басқа толып жатқан осындай жетістіктерін сендер осы ұлы даланың жеті қырын оқитын болсаңдар түсінесіз. Біз сол ұлы далада өмір сүрген ұлы халықтың бүгінгі 21 ғасырдағы перзенттеріміз. Сондықтан да біз еш уақытта, ешқашан Европаны айтып, не болмаса Американы айтып, не болмаса тағы да басқа бізден озып кетті деген елдерді айтып, олардың алдында төменшік демеуіміз керек. Біз ешкімнен кейін емеспіз. Қазақ халқына бүкіл дүниежүзі көзін тігіп, тарихтан жоқ етіп жібергісі келген кездер болған. Себебі бізде ұлан байтақ территориямыз бар. Алла тағала осы халықтың пейіліне қарай малды да берген, табиғатты да берген, жердің үстінде де астында да байлық тұнып тұр. Елбасымыздың сөзінде бүгінгі жастар ұрпақ екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер және сонда ер жетіп келесіздер. Сіздердің жастық шақтарыңыздың уақыты біздің елдің көтерілуі және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа деген ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірдіңіздер деген сөзі мемлекет пен ұлт болашағымен тікелей байланысты екендігін айқындайды. Ендеше еліміздің ертеңгі болашағы жастардың бүгіннен бастап қандай тәрбие алуы мен отансүйгіштік қасиеттің дамуы аса маңызды. Қазақстанда іргелі мемлекетке айналдыру жастардың қолында. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағыты ұсынылған болатын. Оны өздеріңізге білесіздер, осы 2018 жылдың 5 қазанында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауын жолдаған болатын. Және осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 21 қарашада Егемен Қазақстан газетінде ұлы даланың жеті қыры атты өзіміздің төл тарихымызды білу үшін жеті қырды анықтап берген болатын. Мемлекет басшысы бағдарламалық мақаласында жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты ұлттық кодыңды сақтай білу деп атап көрсетті. Бүгінде кешенді бағдарлама қазақстандықтардың рухани мәдени дүниетанымын нығайту жұмыстарына мол үлес қосты. Мақалада көрсетілген елдегі тіл мәселесі ұлттық рух пен мәдениетті сақтап қалу, туған жерге деген патриоттық сезімді арттыра түсу бүгінгі таңда халыққа аса қажет рухани азық болмақ. Шынтау қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырмасымен қалалық орталық кітапханасымен бірлесе даму жастар қауымдастығының ұйымдастыруымен рухани жаңғыру өткен мен бүгін тарих атты семинар кеңес өтті. Бұл семинар кеңестің мақсаты жастарға өнегелі тәрбие беру, ұлағатты ұстаздарымыздың ұмыт болып бара жатқан рухани құндылықтарымызды насихаттау, ата дәстүр ұрпаққа аманат болып жатқан әрбір жастарымыз ұмыт болып бара жатқан тарихқа көңіл бөлу. Ұлы даланың жеті қыры деген мақаласында 500 жылдан бастап 5000 жылға шейін аралыққан дейді. Мынандай сөз бар. Қандай халық болсын, қандай ұлт болсын, қандай мемлекет болсын, өзінің тарихын қадірлеп, қастерлеп құрметтесе, ол халықтың да, ол мемлекеттің де болашағы зор деген. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бүгінде жастарымыз еліміздің, өңіріміздің тарихын тереңнен танып жатыр. Сонымен қатар біз де өз кезегімізде бағдарламаны іске асыру бойынша тиісті жұмыстар атқарып жатырмыз дейді ұйымдастырушылар. Шандос Састемір, Тұран Түркістан.